Ал сіз өте ыстық сырдан болған пиццаны жақсы көресіз бе? Бұл сырдан болған бәліш пиццадан да өте дәмді болып шығады. Бар жоғы 10 минутта сіздің дастарханыңызда ыстықтай осындай сырдан болған бәліш тұратын болады. Сырты қытырлаған, іші толған сырдан болған ыстық бәлішті 10 минутта жасайтын боламыз. Ол үшін 170 грамм ұнға шым-шым тұз қосамыз. Осы құрғақ массамыздың тұзы біркелкі болу үшін біркелкі араластырып аламыз. Содан кейін осы массамызға жылы 100 мг сүт қосатын боламыз. Осы бізге жеткілікті, өйткені бір ғана қамырдан, яғни бір ғана күлшеден жасайтын боламыз. Осы массамызды жаймен бір рет араластырып алғаннан кейін бөлме температурасындағы жылы сармайды қосатын боламыз. Сармай менде дүкеннің сармайы 82% сармай. Маргарин қоссаңыздар да болады, бірақ маргариннің зияны көбірек, сондықтан мен майлылығы өте жоғары сармайды қолданамын. Енді осы массамызды қасықпен араластырып алғаннан кейін ары қарай қолмен жақсылап илейтін боламыз. Бізде өте жұмсақ, эластичный, жақсы қамыр шығу керек. Өте жұмсақ қамыр болады. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл қамыр өте қарапайым, аз ғана ингредиенттен жасалады құрамы. Және тез піседі, әрі піскен кезде өте жұмсақ болып тұрады. Қатты болып қалмайды, қорықпаңыздар. Енді осы қамырымызды 10 минутқа или 5 минутқа болса да тындырып қоюға болады. Әзірге біз сырды үккіштен өткізіп алғанша қамырымыз тынып тұратын болады. Менде бұл жерде 200 грамм қатты сыр, ал бұл жерде менде 2 картошка қалған, суға қайнатылған. Содан мен пюре жасадым, тұздалған. Оған 10 грамм сливочный масло, жаңағы сары майымыз, және көкшөптер. Көкшөптер қалағаныңызды қоссаңыздар болады. Бұл менде кешеден қалып қалған картоп болғаннан кейін қалып кетпесін деп өстіп қосып жіберуді жөн көрдім. Сіздер тек қана сырмен жасасаңыздар болады. Барлығын араластырып дайындап алдық. Біздің қамырымызда тынып жақсы болып тұр. Енді осы қамырды кішкене ұн сеуіп жаятын боламыз. Өте жұқа болып кетпейтіндей және қатты қалың болып кетпейтіндей орташа етіп жаямыз. Жан жағын жұқалатып жаясыздар. Содан кейін өстіп сырымызды 2 бөліп саламыз. Сіздер егер тек сырмен жасайтын болсаңыздар, бір рет қана сырды саласыздар. Осы пюрені үстіне саламын мен. Содан кейін қалған сырдың екінші бөлігін пюренің үстіне осылай сеуіп, енді осы қамырымызды түйіп шығамыз. Жан жағын жинастырамыз. Сол себепті біз жаңа жан жағын жұқа етіп жайған едік. Енді осы қамырымызды аударып, тағы да жаятын боламыз. Бізде ішінде осындай кішкене ауа қалып қояды. Ол ауаны осылай зубочисткамен ақырын тесіп шығарып жіберсеңіздер, сол дұрыс болады. Өйткені біздің жаңағы сырлы бәлішіміз көтеріп кетеді қамыры. Міне жайып болдық. Енді осыны 2 беті қызарғанша жақсылап пісіріп аламыз сковородкада. Беті жабық күйінде. Біздің сырлы бәлішіміз дайын, өте дәмді, өте нәзік болып шықты. Қараңыздар, қандай керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Иісі енді аңқып тұр. Пиццаны жасағаннан көрі, бұны жасау өте тез. Бар жоғы 10-15 минут уақыттарыңыз кетеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Және видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Айгерім Ас-Софи. Келесі видеомды жіберіп алмаңыздар. Арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.